Тағы да сәлем оқушылар, бүгін біз 6 сынып математика 2-90 2-ші нұсқа Б жобасын талдайтын боламыз. Бірінші тапсырма бізде есеп теңіз дейді. Не істейміз? Ең бірінші біз жақшаның ішін орындап аламыз. -2,5 дейді. -2,5 бізде жіктеп алайық. Бөлшек түрінде ол бізде 5-ті 2-ге бөлгенге тең. Минус таңбасын қойып қоямыз. Ары қарай қосылған дұрыс бөлшекке келтіріп алайық. 2-ні 3-ге көбейтемін 6, оған бір қосамын 7, 7 бөлінген 3 болады. Көбейтілген мына жақшаны да келтіріп алайық. 5 7 35, 35-ке 1-ді қоссам 36 бөлінген 7 болады. Бөлінген 1-ді 3-ге көбейтемін 3, 3-ге 1-ді қосамын 4, 4 бөлінген 3 болады. Тең болады. Ары қарай ортақ бөлімге келтіремін 6, 3-ті беремін и 2-ні беремін. Тең болады. Ортақ бөлім бізде 6 болды. Мен минус таңбасын жазып қоя салайын. 3 5 15 қосылған 2 жердегі 7 14. Жақшаға алып қояйын бұны бөлек. Көбейтілген 36 бөлінген 7 деп әзірге жазып қояйын. 36 бөлінген 7 минус бөлінген бөлу бізде негізі көбейтуге ауыстыруымызға болады. 3 бөлінген 4 тең болады. Есептейік. Минус 15-ке 14-ті қосамын минус 1 болады. Минус 1 бөлінген 6 көбейтілген 36 минус 36 бөлінген 7 көбейтілген 3 бөлінген 4 тең болады дейді. 36 мен 6-ны қысқартып жіберемін 6 қалады. Мұнда 1 қалады. Сонда бізде 2 минус жойылып кетеді, кетіп қалады. Сонда бізде 6 бөлінген 7 қалды. Көбейтілген 3 бөлінген 4 дейді. 6 мен 4-ті қысқартамын, мұнда 3 қалады, мұнда 2 қалады. Тең болады 3-ті 3-ке көбейтемін 9, 2-ні 7-ні 2-ге көбейтемін 14. 14-тен 9 шығады екен. Келесі екінші тапсырма өрнектің мәнін табыңыз дейді. Бұл бізде бірінші нұсқада тапсырмамен бірдей. Не істеп едік? Үлкен бөлшек сызығын сызып алайық. Кішкентай бөлшек сызығын сызамыз. Мына жерде неше орынды сан беріліп тұр? 1 орынды 1 9-ды жазамын. Ары қарай мына жерде неше орынды сан? 2 орынды 2 0-ды жазамын. Ары қарай мына жерде 237 деген сан беріліп тұр. Азайтылған. Мына жерде үтір мен жақшаның аралығында 23 деген сан беріліп тұр. Қосылған 43 бөлінген 450. Мына жерде тура солай жазып аламын. Жақшаның ішінде 2 орынды сан 2 9-ды жазамын. Мына жерде 1 орынды сан 1 0-ды жазамын. Ары қарай 561 деген сан берілген, азайтылған. Мына жерде бізде 5. Азайтылған 113 бөлінген 495. Тең болады. Ортақ бөлімге өтемін. Келтіремін. 2-ден беремін. Мына жерде тоже 2-ден беремін. Тең болады. Үлкен бөлшек сызығын сызып қоямын. Мына жерде ортақ бөлім бізде 900 болды. 237-ден 23-ті азайтамын. 214 азайтылған. Қосылған 43-тен көбейтсем 86 болады. Мына жерде ортақ бөлім бізде 990, 561, 556, азайтылған 113, 226. Тең болады. 214 қосылған 86, 300, бөлінген 900, 556 азайтылған 226, 330, бөлінген 990. 0 мен 0-ді қысқартып жіберемін. 3 бөлінген 9, 0 мен 0-ді қысқартып жіберемін. 33 бөлінген 9. Тең болады. 3 бөлінген 9 көбейтілген 9. Ойбай, 99 мұнда. 99 бөлінген 33. 99 мен 33-ті қысқартып жібереміз. Мұнда 3, мұнда 1 қалады. Тең болады. Мына жерде 3 пен 9-ды қысқартып жіберемін. Мұнда 3, мұнда 1 қалады. 3 пен 3-ті қысқартып жіберемін. Тең болады 1 қалады. Жауап 1. Келесі тапсырма. А қосылған Б көбейтілген С тең болады А-сы плюс Б-сы көбейтудің үлестірімділік қасиетінің орындалатынын А тең 0,3, Б тең минус 0,2, С тең минус 0,8 сандары арқылы тексеріңіз дейді. Жақсы. Енді теңдіктің сол жағын бірінші орындап алайық. А қосылған Б көбейтілген С дейді. Тең болады. А бізде нешеге тең? 0,3-ге тең. Қосылған жақша Б бізде минус 0,2-ге тең. Жақшаны жауамын. Көбейтілген С дейді. С бізде минус 0,8-ге тең. Тең болады. Плюс пен минус болады. 0,3-тен 0,2-ні азайтсаң 0,1 көбейтілген минус 0,8. Тең болады. 0,1-ден минус 0,8 көбейтсең 0,8 шығады. Ары қарай теңдіктің оң жағын есептейік. А, С плюс Б, С. Тең болады. А бізде 0,3-ге тең. Көбейтілген С бізде минус 0,8-ге тең. Қосылған Б бізде минус 0,2-ге тең. Көбейтілген С бізде минус 0,8-ге тең. Тең болады. Оң таңбалы мен теріс таңбалыны көбейтсең, теріс таңбалы сан шығады. 0,3-тен 0,8-ге көбейтсек, 0,24 шығады. Қосылған 0,2-ні 0,8-ге көбейтсек 0,16 тең болады. Минус 0,24 қосылған 0,16 бізде минус 0,8 шығады. Екеуі бірдей болды. Емесе тапсырмамыз дұрыс деген сөз.
келесі соңғы тапсырма. Алма бір сан ойлады, осы саннан дейді. Бір сан ойлады. X осы саннан минус 0,8-ді алып дейді. Азайтылған минус 0,8 ары қарай не істе дейді. Нәтижесін 1,5-ке көбейткен дейді. Көбейтемін 1,5-ке тең болады 10,2 саны шықса, алма бастапқыда қандай сан ойлаған дейді. Енді осы теңдеу шеше саламын. 2 минус плюс болады. X қосылған 0,8 көбейту болған кезде мына жаққа бөлу болып түседі. Тең болады 10,2 бөлінген 1,5. X қосылған 0,8 тең болады 10,2-ні 1,5-ге бөлсек 6,8 шығады. X мына жаққа барған кезде минус болады. Тең болады 6,8 азайтылған 0,8. X тең болады бізде 6. Жауабы алманың бастапқыда ойлаған саны 6 екен. Балалар, назарларыңа көптен көп рахмет. Тіркелуді ұмытпаймыз. Және де нешінші нұсқа? Екінші нұсқа, иә, бірінші, үшінші, төртінші нұсқаларды каналдан көре аласыздар.